Армысыздар ұлттық арна көрермендері, эфирде Дауа телеемханасы өз жұмысын бастайды. Біздің телеемханамыздың жақсы бір дәстүрі бар. Бала тілі бал дейміз. Ендеше біз жаңа жыл алдында осы кішкентай бүгінгі бізге қонаққа келген бөбектеріміздің тілегінен бастағым келіп тұр. Сәлематсыңдар ма балалар? Бізде қандай жақында мейрам болады? Дұрыс айтасыңдар. Сондықтан сендер киініп келдіңдер ма осылай? Өте жақсы. Қандай жыл келе жатыр алдымызда? Айта қойшы. 2014. Дұрыс айтасың. Тағы қандай жыл жақындап қалды? Жылқы жылы. Дұрыс айтасың. Маған атам айтқан. Мен аттарды жақсы көремін. Жарайсың. Балалар, айтыңдаршы, алда келе жатқан жылқы жылы, я? Жылқы жылы бізге не береді? Жалпы жылқы не береді бізге? Кім айтады? Жылқы жылы бізге қымыз, ет береді. Дұрыс айтасыңдар. Қымыз кім жақсы көреді? Атың кім? Бөрте. Қымыз жақсы көресің ба? Я. Кім береді саған үйде қымыз? Қайдан аласыңдар? Мамам береді. Жақсы көресің ба қымызды? Я. Ой, жарайсың. Жасың нешеде? 3-те. Неліктен қымыз жақсы көресің? Ауырмайды. Дұрыс айтады балалар. Қымыз ішсеңдер, ауырмайсыңдар. Балалар, жаңа кім жылқыны жақсы көреміз деп айтты? Неге жақсы көресің жылқыны? Өйткені жылқы әдемі жануар. Жылқының кішкентай құлыншағы болады, е? Кімге ұнайды ол құлыншақ? Саған ұнай ма құлыншақ? Маған құлыншақта ұнайды, ол өте сүйкімді. Мен Аязаттаға хат жазып, қолын суадым. Ой, жарайсың, сен өзің кішкентай құлыншақ сияқты екенсің. Балалар, біздің арамызда болашақ дәрігер отыр екен. Атың кім болады? Фаиза. Мен өскенде дәрігер болғым келеді. Емдеймін. Көмек көрсетесің, е? Көмек көрсетемін. Қымызды көп ішкіземін, өйткені қымызда емдеу қасиеттері Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Балалар, атқа отырып көргендерің бар ма? Айтшы, атқа отырған ұнады ма саған? Ұнады. Кім отырғызды атқа? Атам. Атаң отырғызды ма? Қайда, ауылда? Я. Ой, жарайсың. Атаңа көп рахмет айттың ба? Я. Кәне балалар, енді осы алдымызда келе жатқан жаңа жылда, көрермендерге, телекөрермендерге қандай тілек айтасыңдар? Кәне, дәрігер жолдастан бастайық. Аналар, әкелер, бөпелер ауырмасын. Ой, рахмет. Жылқы жылы көп құлыншақтар болсын. Айтқаның келсін. Шығыстың Еміш аман болсын. Мади айтсын. Апам, атам, бәрі аман болсын. Бәріне тілектеспін. Ой, жарайсың. Айтқандарың келсін. Кәне қазақтың қаншайымы? Не айтасың жаңа жылда? Қандай тілегің бар? Жаңа жыл табысты болсын. Дуғол шапалар, жаңа жыл табысты болсын дейді, дұрыс айтады. Көп рахмет, сендердің тілектерін әрқашанда қабыл болсын. Жаңа жылды жақсы қарсы алыңдар. Рахмет келгендеріне. Бүгінгі Дауа бағдарламасында келе жатқан жылқы жылы денсаулығыңызға қалай әсер етуі мүмкін? Жаңа жылдық көңіл күй сыйлайтын безендірулер, дәрі қымыз, бал қымыз, жаңа жылдық ас мәзірі. Дауа бағдарламасы жаңа жылды сәнді, мәнді, ең бастысы денсаулыққа, қауіпсіз қарсы алуға шақырады. Алайда біз сондай бір ғажайып кеште қауіпсіздік шараларын қолданбай жатамыз. Ендеше қазір ортаға дәрігер, офтальмолог, балалар бөлімінің меңгерушісі Оразбеков Лұқпан Нұрланұлын шақырамын. Қарсы алайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Лизат? Келе жатқан жаңа жылыңыз Рахмет. болсын. Лұқпан Нұрланұлы, енді көрермендерімізде ойлап жатқан шығар, жаңа жылда офтальмологтың неге шақырды екен, қажеті қанша екен деп, бірақ өзіңіз қазір оның әңгіме барысында түсіндірерміз. Жалпы сіздерде жаңа жыл кезінде пациенттеріңіз көбейе ма, жиілей ма? Өкінішке орай, жаңа жыл мейрамдарында бізде өте көп пациент болады. Әсіресе бірінші, екінші қатар күндері өте көп пациенттер клиникаға келеді. Олардың көбі өкінішке орай балалар.
Себебін қазір біз мына тәжірибе жүзінде түсіндіріп өтсек. Жаңа жыл кезінде пациенттер неге жиілейтіні. Мына біздің алдымызда міне бенгаль от шашулары жатыр міне. Қандай қауіпсіздік шараларын біз естен шығармауымыз керек? Яғни жаңа жыл үлкен мереке, әр ата-ана, әр жанұя өзіне мерекені әшекелеу ретінде әртүрлі пиротехникасы қолданғысы келеді. Әсіресе мысалға бенгаль оттары. Енді осы жөнінде қазір сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Бір көрерменді ортаға шақырсақ, сол кісіден сұрасақ, жалпы ол кісі қалай қолданады екен осы бенгаль оттарын үйінде? Шыға қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Келе жатқан жаңа жылыңызбен өзіңіз таныстырып өтіңіз. Менің есімім Мансурова Интизор. Интизор атыңыз. Интизор, сіз жаңа жылды қалай қарсы аласыз? Осы жаңағы міне айтып өткен осы бенгаль оттарын қолданасыздар ма үйде? Ендеше қан көрейік қалай қолданады екенбіз. Содан кейін бізге маман айтады. Мынаны жағып берсеңіз, қолданған өте әдемі. Бірақ бір жағынан қауіпті. Бұл металл ғой шығып жатқан. Осыны айтып өтсеңіз, қалай ұстаған дұрыс, қалай қолдану керек? Яғни бенгаль оттың құрамында ол металл, алюминий, магний құрамында бар. Ол жанған кезде жан жаққа ұшырайды. Яғни жай көзге, жай қоқым немесе бөгде зат түскенде ол қатты ауыртады көзді. Ал мынау темірдің ұшқыны тисе, ол үлкен бір күйікке алып келуі мүмкін. Мынау суретте көрсетілгендей, қасан қабақтың бөгде заты пайда болуы мүмкін. Яғни бұндай жағдайда осындай бөгде зат күйік пайда болған адам өте қатты ауру сезіміне ұшырап, көзі жасаурап, көзін аша алмай, жедел жәрдем қажет етеді. Яғни арнайы офтальмолог маманның қабылдауында бұл осы бөгде затты алудың процедурасы, айтқанда кішкентай операция бір түрі қажет. Бенгаль отын қолданғанда көбінесе созылған қолмен ұстау керек, яғни көзге жақындатпау керек, және жақыннан көзбен қарауға болмайды. Яғни біріншіден ең қауіптісі көзден алшақ болу керек. Екіншісі балаларға оны қолдануға болмайды, яғни ересектер өздері ұстап, балаларға жай көрсететіндей ғанда жағдайда болу керек. Ата-аналар тыңдап отырсыздар ғой, иә? Бұл өте маңызды болып келеді. Ата-аналарға нұсқау ретінде айтатындарымыз, ол егер осындай пиротехника сатып алғанда, компаниялардың арнайы рұқсат қағаздары болу керек. Және де санитарлы-эпидемиялық станцияның рұқсат қағаздары болу керек. Қолдануға бірінші, екінші, үшінші класс пиротехникасы рұқсат етіледі. Ал 4-ші, 5-ші класты қолдануға болмайды. Және де бенгаль отынан басқа барлық пиротехниканы қолда ұстап жағуға болмайды. Яғни оларды сыртта қауіпсіз жерде қолда ұстамай қолданған жөн. Сонда қауіпсіз мерекелеріңізді өткізуге мүмкіндік жасайсыз. Тағы ләззат жасаған қателіктеріңіздің бірі ол осы оттарды қолданғаннан кейін өрт қауіпсіздігі үшін арнайы бір су құйылған ыдыс дайындап, соның ішіне салып қойсаңыз жақсы болар еді. Өйткені бұл қызған металл көп жағдайда айналадағы заттардан өрт шақыруы мүмкін. Сондықтан ол мәселені де ойлап қойыңыз керек. Дұрыс айтасыз. Кішігірім ғана тәжірибе болса да, бұл біздің өмірімізге үлкен қажет деп ойлаймын. Өйткені барлығымыздың кішкентай балаларымыз бар, барлығымыз жаңа жылда бенгаль отын жаққанды ұнатамыз. Сондықтан да өздеріңіз үшін, кішкентай бөпелеріңіз үшін қауіпсіздік жасау үшін алыс ұстау керек, созып, және кішкентай балаға бермеу керек, және от өшкеннен кейін міндетті түрде суға салып қою керек, суыту керек, бір сөзбен айтқанда. Түсіндіңіз ба? Енді солай жағатын боласыз ба? Жақсы, өзіңе рахмет. Жаңа жылмен келе жатқан отыра ғой. Сізге де рахмет, орныңызға жайғасаңыз болады. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қазақтың 100 жасаған ақыны Жамбыл Жабаев қымыз туралы былай деп айтқан екен. Иірілген қышқыл тәтті сары қымыз, ауруға ем, сауға қуат, дәрі қымыз деген екен. Ендеше осы қымыз туралы түсірілген бейне сюжетке қарайық. Қымыз дертке шипа, ерекше дәмді, құнарлы, адамның тәбетін шақыратын хош иісті пайдалы сусын. Қымыз құрамында ААЦ дәрумені, ақуыз май, көмірсу, минералды заттар, сүт қанты бар. Одан басқа 26 түрлі лезин, аланин, бринботан,
либионин деп аталатын басқа дәрумендер алмастыра алмайтын амин қышқылдары бар. Қымыз сусыны асқазанға еш күш түсірмейді. Қымыз өкпе ауруына, ас қорыту бұзылғанда рахит ауруына пайдалы. Қымыз әрі сусын, әрі тағам, дертке шипа, жанға қуат. Бұл жылқы деген жануар, қасиетті жануар. Бұл өзі шөптің тазасын, судың тұнығын ішетін мал. Жаңағы мінсе көлік, жесең еті пайдалы, қымызы жаңағы ауруға, адамның ағзасына бәріне өте пайдалы. Мұның құрамында дәрумендер көп. Отбасымызда, жайшылықта да ішеміз, мерекелерде де ішеміз. Оның кейін еді мына қазір жасанды сусындар көп қой. Оның орнына осы қымызды көбірек пайдаланса жастарымызға, соның пайдасы көбірек болар, денсаулығына, адамның ағзасына деген осының бәріне пайдасы көбірек болар еді деп ойлаймын мен. Міне өздеріңіз көргендегідей жаңағы осы бал қымыздың қасиетін өз тәжірибесінде көрген көрерменмен қазір біз байланыстамыз. Амансыз ба? Саламатсыздар. Сізді қымыз өлім аузынан арашалап алып қалды дейді. Осы жөнінде айтсаңыз. Қалай болды? Қандай науқасқа шалдықтыңыз? Бұдан 20-25 жылдар бұрын жүрек қан тамыры, бас ауру, асқазан ауру, буын ауруларына шалдығып мүлдем сал болып қалдым. Жүрегім ем қонбағандықтан тауға шығып жылқы малын бағып, жылқы етін, қымызын, сау малын түрлі шөптермен, тау ауасымен, сумен емделіп, көп қозғалғандықтан осы жағдайға келдім. Мен мұнда қымызды баса іштім, биені өзім саудым, өзім сауғанда солардың өзі мына буындарға мыңда бір ем. Өте жақсы. Қазір жағдайыңыз қалай? Қазір жағдайым өте жақсы. Сол денсаулықпен мына тауға шыққанымның пайдасы тиді. Жылқы жануарының өнімдерімен, қымызбен, саумалмен емделуге, таудың таза ауасымен, суымен, қылқан жапырақты орманның таза ауасымен емделуге, демалуға, атпен серуендеуге демалыс орнын аштым. Жаз айында демалуға, емделуге адамдар, демалушылар көптеп келеді. Жылқы малының қымызы, саумалы ол ең бірінші мыңда бір ем. Атпен серуендеудің өз ерекше пайда. Енді бұл әрбір адам ағзасының ауытқуына бұл шипа десем, оған мен сенімім мол, өзім басымнан өткөрдім. Осы жылқы жануарын әрбір қазақ дәріптеп, өсіріп, әрбір қазақтың дастарханына жеткізсе деп ойлаймын, емделсе деймін. Көп рахмет. Деніңізге саулық тілейміз, келе жатқан жаңа жылыңыз құтты болсын. Адам баласының жыл бойындағы іс-әрекеті жыл жануарының мінез құлқына байланысты деген екен. Жылқы мінезді қазақ деп тегін айтпаған. Ежелден халқымыз жылқы жылы жұтсыз деп тұжырымдаған екен. Астрологтардың дерегіне сүйенсек, жыл иесі жылқы өте ақылды, парасатты көрінеді. Жылқының тағы да басқа ерекшеліктерін бағдарлама барысында айтатын боламыз. Қазір экранға назар аударайық. Әлемдегі барша жұрт жаңа жылды жақсы үмітпен күтеді. Алдын ала дайындық шараларын жүргізеді. Адамдар бірі-біріне тек жақсы тілектер айтып жатады. Келер жылқы жылы жылан жылынан кейін қой жылынан бұрын келетін мүшел есебінің 7-ші жылы. Жылқы жылы жұлдызшылардың айтуынша жылан жылына қарағанда тұрақтылығымен, тыныштығымен өзгеше болмақ. Жылқы тазалық пен адалдықтың белгісі. Мінсең көлік, жесең ет, ішсең сусын, терісінен бұйым, ыдыс жасайды. Ұлттық арнада Дауа телеемханасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жаңа жыл. Жыл иесі жылқы болғандықтан әртүрлі бұйымдар жасайтын бізге қазір қонақ келіп отыр. Ләйла Айтжанова, қарсы алайық. Саламатсыз ба? Келе жатқан жаңа жылыңызбен. Енді мына керемет дүниелер туралы айтып өтіңіз. Мен осы бағдарламаға осындай міне жылқының терісінен істелінген заттар алып келдім.
Бұл қазақтың баяғыдан бері келе жатқан өнімі. Мысалы, мынау қымыз құйылатын торсық. Бұның барлығы жаңағы жылқының терісінен пішіліп, тігіліп, өстіп жасалынып, не дайындайтын. Бұның үстіне зергерлер неше түрлі ою салатын. Бұл ыдыстың сәні оюда. Ләйлә, осы дүниелерді өзіңіз жасайсыз ба? Әлде жинайсыз ба? Жинаймын. Өте әдемі дүниелер. Мынау саба дейміз. Бұл сабада қымыз сақталынатын. Бұның ішінде енді қымыз деген мысалдан бірінші өзінің қасиетін жоғалтпайды. Одан таза болады, одан салқын болып тұратын. Бұның барлығы жылқының терісінен жасалынған. Бұл атам заманнан келе жатқан өнім. Алдымызда қобыз жатыр. Бұл қобыздың өзінде мына шегін жылқының қылынан жасалынатын. Мына бір тамаша сурет неден жасалынған? Бұл да теріден жасалынған. Бұл енді жылқының да терісінен жасалынады, басқа да терілерден жасалынады. Өте керемет дүниелер. Мына алдымызда қазір кішкентай ғана міне теріден жасалынған қорап тұр. Бұның ішіне біздің әжелеріміз сақина, жүзік, өзінің бір зергерлік бұйымдарын сақтаған. Осының бәрін айта кетсек, бұл өте таза өнім. Мына дүниелердің бәрі экологиялық таза өнімдер, және бұл денсаулыққа өте пайдалы. Осыны біздің атам қазақ бабаларымыз білген екен. Солай емес пе? Солай, дұрыс. Сізге көп рахмет. Келесі кезекте келер жылының символы жылқы малының денсаулыққа берер пайдасы жөнінде бейне сюжетке назар аударайық. Жылқының 5 миллион жылдық эволюциясы бар. Ең сезімтал, таза әрі ақылды жануар. Қазақ ежелден жылқы малын қастерлеген халық. Қазіргі күнде әлемде 150-ге жуық жылқы тұқымы бар. Жылқыға жиі отырған ер адамдарда простатит, шат жарығы сынды аурулар болмайды. Сондай-ақ дауын аурумен ауыратын және мылқау, омыртқа, жұлын ауруларына шалдыққан бүлдіршіндерді сауықтыруға көмегі бар. Балбақ республикалық балаларды оңалту орталығында балалардың церебральды сал ауруымен ауыратын балаларға ипотерапия жүргізіледі. Мамандардың айтуынша, бұл ем түрі дертке барынша жақсы ықпал жасайды. Біздің Балбұлақ оңалту орталығында 2013 жылы қазан айынан бастап ипотерапия ем шаралары өткізіліп жатыр. Ол осы дара қорының қайырымдылығының арқасында. Және де мамыр айында біздің екі маман Мәскеу қаласында Рудн университетінде арнайы оқып келді. Және де аттарға арналған қора салынып, және де ашық ат үйрететін алаң салынды. Қазан айында бізге 2 ат сыйлады. Содан бастап біз бүлдіршіндерімізге ипотерапия ем шараларын өткізіп жатырмыз. Біз ол кісілерге үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді, өйткені көптен келе жатқан біздің арманымыз еді. Себебі ипотерапия ем шарасы неврологиялық, оның ішінде көбінесе церебралды салданумен жатқан балалар үшін ол өте маңызды ем шара деп ойлаймын. Өйткені бұл ипотерапия ем шара кезінде балаға 2 өте күшті фактор әсер етеді. Ол психогенді фактор және биомеханикалық фактор деп айтамыз. Мысалы, балада невроз тәрізді синдром болса, психикалық сөйлеу дамуының артта қалуы болса, және де аутизм көріністері бар балалар емделеді кейде бізде. Сол балалар үшін ипотерапия ем шара кезінде балалардың эмоционалдық жағдайы жақсарады, психикалық дамуы артады. Бала жүріп келе жатқан аттың үстінде өз-өзін ұстауға тырысады. Сол кезде бала өзінің тепе-теңдігін ұстауға үйренеді. Және де баланың ойлану қабілеті жақсарады. О, енді сипа бас.